Сіз қалай аттасаңыз да өзіңіз білесіз. Бұл тіршілік иесінің аты мен үшін маңызды емес, ханшайым. Кетцалкуатлджейтті Мая жерінің құдай деп ойлайды. Я, бәлкім мен оған ұқсайтын шығармын, бірақ шашым оған қарағанда жақсырақ. Ханшайым әзілдейтін әдетін қалмаған сияқты. Кеттік, біз саяхатты аяқтауымыз керек. Саяхат? Біз бір күнге ұшуымыз керек. Жай мүсін екендігімізді айтып көндіре алмаспын, түсінікті ме? Біздің бірлескен құдіретті күшіміз жер бетінде билік етіп, оның зұлым күштерден қорғау үшін бірге күнге ұшуымыз керек. Түсінесің бе? Мүсіннің бұған шамасы жете ме? Тексергеніміз дұрыс деп ойлаймын. Тексеруге тура келеді. Ханшайым, күн бізді күтіп жатыр. Келсем, тек күннен қорғайтын Исмайды алып келейін. Ал сен кімсің? Ксолотль. Маған айтпырсыз ба? О, Кетцалкуатль Эльтороны жер асты әлемнің құдайы деп ойлайды. Аяқ киіміңде мүйіздің бейнесі бар. Сен Ксолотль елшісің бе? Бұл жай ғана жеңіл аяқ киім. Тоқтай тұрыңыз. Ол негізі мен мүлдем ханшайымды жер асты әлеміне алып кетуге жол бермеймін. Мен оны қорғаймын. Эльторо, бәрі дұрыс па? Әрине, Пако. Мүсін қолмен атама? Ол күн құдай емес пе? Чанның қасында бетперде киген қарақшы болды. Мен байқамай қалдым. Көзіме күн түсті. Қуатты қару керек. Үнемі сылтау айтып жүресіңдер. Ойластырған істі соңына дейін жеткізу үшін оны өзім қолға алуым керектігін түсіндім. Дегеніңіз болсын, осында бола тұрамыз, демаламыз, пиццаға тапсырыс береміз. Сендер бәрін көру үшін менімен бірге барасыңдар. Бәлкім сонда бірде мені үйренетін шығарсыңдар. Егер бетпердеңді шешіп оны көрсетпесең, оның ашуы басылатын шығара, қалай ойлайсың? Эльторо Фуата бетпердесін ешқашан шешпейді. Ханшайымды жібер, әйтпесе менің ашуыма тиесің. Оны қоспай-ақ қойшы. Қаштық. Мүсін ұша ала ма? Ол күн құдай ғой. Мына жаққа. Күміс шақта мүне. Шығыңдар. Мұқтап ұстаңдар. Өтінем, арбадан қолыңмен мұртыңды шығарма. Жер асты әлемі жоқ. Сәтсіз күн болды ау. Джеки! Аға, қазір қолайлы сәт емес. Ағаңмен сөйлескеннен де маңызды не бар? Мен шақты арбасында келе жатырмын. Ал менің артымнан Мая мүсіні қуып келе жатыр. Ол жетті алып кетіп, онымен бірге күнге ұшып кетпекші. Неге ертерек айтпадың? Сен әлгі тышқанды тапқан сияқтысың ғой. Рас па? Егер тірілген мүсін тышқанға жақындаса, ол бастапқы қалпына келеді. Ол бізге мұндай көмек жасамайтын секілді аға. Тағы бір нәрсе айтайын. Тағы да біраз жүрсек қайтеді. Сен қашып құтыла алмайсың, Ксолотль.